Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ашытқысыз шелпек дайындаймыз. Шелпек дайындау үшін бірінші бір ыдысқа 150 мл жылы су, оның үстіне 150 мл жылы сүт құямыз және бір-біріне араластырып, үстінен 200 грамм қаймақ қосамыз. Мен үйдің қаймағын қолданғам, сіздер магазиннің қаймағын да қолдансаңыздар бола береді. Және оның үстіне 2 ас қасық шекер, 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз және оны араластырамыз. Ал егер де сіз татты болған қаласаңыз, шекердің мөлшерін көбейтсеңіз болады. Осылай сұйық ингредиенттерді қосып болғаннан кейін шетке електен өткізілген 650 мг ұнға 10 грамм разрыхлительді қосып араластырып дайындап қойыңыз және осы массаға салып, видеода көрсетілгендей қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеңіз. Бұл шелпектің ерекшелігі бұл ашытқысыз дайындалады және өте дәмді болып шығады. Видеода көрсетілгендей жұмсақ етіп илеп болғаннан кейін оның бетін жауып шетке бір 10-15 минутқа қойыңыз. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me, Қамыр демалғаннан кейін осындай видеода көрсетілгендей етіп алыңыз және оны 7 немесе 8 бөлікке бөліп домалақтап дайындап қойыңыз. Және әрбір домалақшаны жұқа етіп жайып, оның пышақпен іштерін кесіп дайындаңыз. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Шелпектер дайын болғаннан кейін алдын ала қыздырылған майға шелпекті қуырып алыңыз. Шелпектің үстіне майды үнемі құйып тұрыңыз, сонда осындай шариктер пайда болып әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.